жоққа шығару, мен ойлаймын, дәстүрімізді жоққа шығару. Соң басын қасып қайтадан сол қамырын илей береді. Құран кәрімде әйел кісі өзінің ұят жерін жауып жүрсін дейді. Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Қазіргі таңда қоғамда қызу талқыланып жүрген орамал тағу мәселесіне қатысты белгілі ұстаз Арман Қуанышбаевтың уағызын аяғына дейін қараңыздар. Біздің арнаға жазылыңыз, ұнаса лайк басыңыз. Жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Орамал мәселесі ол енді біздің муфтият тарапынан да айтылды. Көп адамдар айтқан сияқты, жаңадегі осы муфтиятта отырған жігіттер әшейін екі қолын төмен түсіріп біз не істейміз деп отырған жоқ, кешіріңіздер. Лажы барынша жаңадегі осы халықтың арасындағы мәселені барынша шешуге, алып келуге әрекет жасалынуда. Өз басымыз енді орамал мәселесін айтайықшы. Мына қазіргі жүріп жатқан мәселені өзіміз білеміз, енді оны ушықтырмастан, бірақ орамал мәселесін айтып кететін болсақ, рас, бұны біздің бабаларымыз айтады. Қыз бала 9 жасынан намаз оқу керек, ер бала 12 жасынан намаз оқу керек дейтін. Ал намаз оқу керек азамат бәрібір басына орамал тағады. Қандай Құран оқылса да орамал тақпайтын, басын жаппайтын әйел болмайды. Бұл біздің дәстүріміздің бір бөлшегі болып қалып кетті, қалыптасып кетті. Оны жоққа шығару, мен ойлаймын, дәстүрімізді жоққа шығару. Бірақ енді қазір біздің енді мәдениетіміз өзгеріп жатыр, біз жаһандануға кетіп баратырмыз деген ұрандарға келетін болсақ, мен енді дін маманымын, оның енді бір қатты ішкі сыртқы саясатын қатты бір біліп не болып жатқанын енді аңғарып жатпағаннан кейін оған кірмей, мен өзім дін маманы ретінде ғана жеке пікірімді ғана айтамын, бауырлар. Орамал парыз, ол парызды ешкім жоққа шығарған емес. Қыз бала балиғат жасына жеткеннен кейін басын, шашын жауып жүруі керек болады. Себебі бұл жанұяға да, қыз баланың сұлулығын сақтауына да, оның денсаулығын сақтауына да, этика, эстетика жағынан да өте пайдасы көп. Мысал айтайық, ең қарапайымы көп жұмыс орындарында бұрын советтің кезінде де сондай болатын, қазір ол кезде сақталынбайды. Тамақ істейтін орындар, бала бағатын орындар, әйел кісі мысалы жұмыс істейтін көп орындарда советтің дәуірінде орамал таққызатын. Косынка деп атайды. Орамал таққызатын басына. Себебі әйел кісінің шашы тамаққа түсіп кетсе дұрыс болмайды, дәрі-дәрмекке араласып кетсе дұрыс болмайды. Ол шаш шаңды көп тартады. Сондықтан шаштың ішінде де мысалы қайызғақ болуы мүмкін деген сияқты неше түрлі нәрселерменен бұл этика, тазалық жағынан да, эстетика, яғни көркемдік жағынан да осылай ұстанылатын. Қазір енді демократия дедік та бет-бетімізбен кеттік. Қазір кейбір тамақтанатын орындарға бар, енді әйел кісілердің тамақ жасап жатқанын көрсеңіз, тамақ жегіңіз де келмейді. Анау тырнақтары, Құдай сақтасын, жаңадегі мынау ертектегі жесірнақ оның жанында жай ғана ұялып тұратын шығар бір шетте. Сол тырнақтармен бірге қамырды илейді, сол тырнағымен бірге әжетханаға барып келеді. Оны соң басын қасып қайтадан сол қамырын илей береді. Мысалы айтайық, ол тамақты, ол илеген қамырды енді қалай жейсіз білмеймін енді. Ол енді тазалық жағынан да, көркемдік жағынан да бір дұрыс емес нәрсе. Біздің Қазекең баяғыдан ер балаға бәрібір басына тақия киіп, қыз балаға басына бас киім кигізіп, соны өсірген халық. Оның дұрыстығын мысалы не деген парапсихолог ғалымдарымыз да қанша айтып жатыр. Ең қарапайымы дін маманы ретінде мен тек қана айтатын, Құран кәрімде әйел кісі өзінің ұят жерін жауып жүрсін дейді. Шаш деген ол сұлулық болады, ал сұлулық бұл енді жат көзге көрсетілмегені дұрысырақ болады. Енді бір өте қысқа ғана қайырып кете қойдым.